Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыз. Бүгін біз карамельный пирог әзірлейтін боламыз. Ол үшін 100 грамм бөлме температурасындағы сары майға 50 грамм қантты қосып, шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бір жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте 200 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Оның барлығын бірден салып жібермейміз, видеода көрсетілгендей 2 бөліп саламыз. Дайын болған қамырды бетін жауып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін 1 банка вареная сгущенкаға 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 250 грамм қаймақты қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырын жайып, осы салмасын үстіне құямыз. Және арахисовый хлопья салып әсемдеуге болады, бірақ бұл міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Дәмді пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.